бәрі айтқаным прокурорға сол кезде бізді сөйлеткен жоқ, перерыв кезінде шығарғанды айттым. Соттың түрі анау болды. Балғасын бір ұрып, сотты жабық өткіземіз деп. Марат Жыланбаевты қалай соттады, солай соттайын деп отыр. Думанды қамауына Тоқаевтың қатысы жоқ, Тоқаев бейхабар дегендердің барлықтары суайттар. Ассалаумағалейкум, құрметті Абзалдың көрермендері. Думанға кеше ақ қар көк мұзда жаңбыр мен қар арасында қарамай барып келдім. Өйткені осы жердегі белсенді топтардың, белсенділердің айтқан сәлемдері болды, сол үшін бардым. Сонымен Думан, сіздердің қолдауларыңызды өзі көрмесе де сырттай сезініп, сол жердегі әлгі қорғаушылары бар, сопровождениеде жүрген милицияның қызметкерлері бар. Олардың бәрі жеткізген ғой Думанға. Қандай жағдай болды? Қапшағайдағы сол күнгі бұл өте бір резонансный сот болды. Соған байланысты бүткіл полиция бөлімі, собыр бәрі келіп, өздеріңіз куә болғандай айғай шумен басталды. Сол айғай шу әлі тынатын түрі жоқ. Өйткені Думанның сотын бұлар белгісіз бір куәгерді таптық деп, жабық өткіземіз деп, Думан айтпақшы балғасын тақ еткізіп, сот солай шешім қабылдады. Бірақ ол сотқа біз сенімсіздік таныттық. 3 адвокаты бар, мен бар. Одан кейін 2 прокурорға да мемлекеттік заңды қадағалаушы органы ретінде ол мемлекеттің құқын қорғап отыр ғой. Енді бұлар жабық өткіземіз дейді. Біріншіден бұлардың ешқандай да бізге қағаз, куәгердің жазған арызы бойынша ешкімді де таныстырған жоқ. Екіншіден адвокаттардың берген уәждерінің түгелін ысырып тастады. Олар айтты, бұл куәгер өзін көрсеткісі келмесе, депонирование ретінде баяғы алыстан куә ретінде қатыса берсін. Жоқ, ондайдың бәрін сырып тастады да, заңды белшесінен басып, осындай жағдайға жеткізіп отыр. Енді осының бәрін тыңдап көргеннен кейін Думанға барып, осы сіздердің айтқан сәлемдемелеріңізді, Думанның білдіріп жатқан қолдауларыңыздың бәрін айтып бардым. Думан сотқа қатысады. Осы 19 күні өтетін сотқа қатысам деген, бірақ 19 күнгі сотты ешқандай да танысып үлгермеген шығар деп, сотты жүргізетін төрағасы жаны ашып, баяғы танысып алсын әбден деп 22-сіне шегеріпті. 22 ақпан күнгі сағат 10-ға деп белгілепті. Қонаев қаласында өтеді деп. Енді бұл жердегі мен айтайын деп отырғаным, заң қадағалаушы орган ретіндегі прокурорлардың істеп отырғаны, бұл барып тұрған, қалай айтсам болады, барып тұрған енді сайқалтық дегенге келмейді. Заңды белшесінен басып, бұл енді Тоқаев мырзаның мен реформа жасаймын, реформатор ретінде халықтың көңіл есінде қаламын деп қаңтар оқиғасынан кейін айтты ғой. Ал енді соған қарсы істеп отырған қарсы әрекеттері ме деген ойға келдім. Өйткені Тоқаевтың бастаған реформаларының біреуі де іске аспай аяқсыз қалды. Сот ешқандай да реформасы жасалмады, сотқа да. Енді біздің талабымыз сотты ашық өткізуін талап етіп отырмыз. Мұны Думан да талап етіп отыр. Содан кейін сот жүйесіне реформа жасап, 405 статьяны іліп отыр ғой. 405 статьяны кезінде Назарбаев кезінде қалған бұл мына Қазақ Тоқаевтың қабылдап алған мұрасы. Енді солда да өзгертіп 405 бапты да алып экстремистік топтарды. Міне сол бапқа сүйеніп бұлар Марат Жыланбаевты да, Әйгерімді де, міне кейінгі Қаласты да, кейінгі мына танковый переворот деген
бәле шықты ғой. Соларды да бәрін осы статьяға сүйеніп бұлар соттамақшы. Бұл жалғыз Қазақстан емес, бүткіл дүние жүзіне әйгілі болатын сот болды бұл бір. Өйткені Думан журналист ретінде тек қана кемшілігін айтты. Ол өкіметтің ғана кемшілігін айтып қойған жоқ. Өзіміздің ішіміздегі оппозиционерліміз деп жүрген адамдардың да кемшіліктерін айтты. Былай істесек болады деп. Ол ешқандай да ымыраға келмеді, жан жағының түгелін сынады. Бірақ оның ішінде осы әсіресе Тоқаевтың реформаларын сынағаны соның шымбайына батқан болу керек. Оның үстінде қанды қаңтардағы бүткіл несін көрсеткені үшін қалай қырды, түрмеде қандай қорлаулар болды, әділетсіздік көрсетті. Соның бәрін міне Думан көрсетті, соның бәрі мені бүткіл әлем онымен танысып отыр. Және де осы соттың бәрі бұған енді бүткіл әлем демей-ақ қояйын. Бірақ Америка консульствосындағы адам құқықтарын қорғайтын ұйым, содан кейін Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтарын қорғайтын ұйымы, содан кейін басқа да мемлекеттер осы біздің Қазақстанда жүргендердің түгелі осы Думанның ісіне көз алмай қарап отыр. Бұл енді бүткіл әлемнің алдында ұятты болатын іс болды енді. Тоқаев мырзаның жүргізіп жатқан реформасының бәрі ақсап тұр. Өйткені бұл өзіміздің қазақстандық белсенділермен тіл табыса алмай жүргенде бұл шетелмен қалай тіл табыспақшы? Осыны білмей отырмыз. Міне, заңның бәрін аяқ асты қылып жатыр. Соттың түрі анау болды. Балғасымен бір ұрып, сотты жабық өткіземіз деп. Марат Жыланбаевты қалай соттады, солай соттайын деп отыр. Қаршадай қыз Әйгерімді. Оның үстіне тағы да мен бір қосып айтайын деп кеткен сөзім, прокурордың сотты жабық өткіземіз, өйткені бұл ауыр баппен сотталғалы отырған қылмыскер деп айтқан сөзі мен шымбайыма батып кетті. Өйткені Берік Асылып бас прокурордың өзі Әйгерім Тілеужан аэропортты басып алды деп, сол ұйымның осы бастаушысы деп, өзінің аузынан өзі қағынып сондай сөз айтты да, ақыры сол Әйгерімді соттатты. Ал енді мына сотқа қатысқан прокурор осындай сөз айтты. Сонда мен таң қалдым. Бұлар сот шешімі болмай тұрып, осындай сөз айтуға бұларға кім рұқсат берді? Адамның жеке басына, жеке мүддесіне қатысты нәрседе бұлар неге шола қойлап сотсыз үкім шығара береді? Әлгі прокурор оттайды, соттайтын кері болды. Бұл халық айтса қалт айтпайды деген міне осы сөз осылай шықты. Сондықтан да Думан 6 бет Тоқаев мырзаға хат жазып жіберді. Ол хатты өкінішке орай жіберіп қойған екен. Мен осында алып келіп соны оқиын ба деп едім. Оған ыңғайы келмеді. Енді Алла аманшылығым болып, кеудемде жаным болатын болса, осы не сейсенбі, не сәрсенбі күні Думанға барам, соны алып келем. Содан кейін сіздерге тағы да оны оқып құлақ қағыс қыла жатармын. Бірақ соның өзінде Думанның айтқан ісі, егер де мені расында да қылмыскер деп тауып, террористік ұйымды қаржыландырды десеңіздер, соның дәлелін ұсыныңыздар. Біріншіден, ДВК деген ұйымды террорист деп жариялады. Жақсы, бірақ шетелдіктер оны мойындаған жоқ. Ол тек қана өкіметке оппозициялық көзқарастағы партия деп есептейді олар. Біріншіден, сол сөзін дәлелдесін террористік ұйым ретінде. Екіншіден, Әбіләзовті сол террористік ұйымның бастығы деп, террорист деп ешқандай мемлекет мойындаған жоқ. Және Қазақстан да оны үйдеп шығарған жоқ болатын. Сонда бұл қайдағы террористік ұйым? Өзі ДВК деген ұйым бар ма? Тіркелмеген партия деп айтасыздар. Соны дәлелдейсіңіздер. Соны дәлелдеп, Думанның дәлелін, дәлелдеген ақиқатты Думанға мойнына қойып, халықтың көзінше соттаңыздар. Міне, Думанның талабы осы.
ақыр мені кінәлі қылып отыр екен. Халықтың көзінше кінәмді мойнына қойсын да соттасын. Басқа қосып алып айтар ештеңесі жоқ. Міне осындай жағдай болып жатыр. Сондықтан да мен Тоқаев мырзаға ұсынысым, бұл сот жүйесін өзіңіз бастаған реформаны аяғына дейін жеткізіп, сотты бәрін реформа жасаңыз. Сот жүйесі тек қана Назарбаевтан қалған мұрагерлерді қолыңызға ұстап отырсыз әлі. Олар сіздің ешқандай да реформаңызды іске асыртпайды, аспайды да. Оны сіз ұмытыңыз. Мен реформа жасаймын, реформатор ретінде қалам дегеніңізді. Сіз осы жерде әлсіздік танытып отырсыз. Одан да сотты ашық өткізіңіз. Міне, осындай кінәсі бар деп мойнына қойып берсін. Әйтпесе сіздердің жазып берген сценарийлеріңіз бойынша әлі соттап жатыр. Одан кейін ана іс қағаздарымен таныстық, олардың бәрі баяғыдағы немене бір сарын 405 статьяға әкеп түгел тіркеп, ешқандай әрпі жоқ, Думанның мойнына қойған ешқандай дәлел жоқ. Соны дәлелдеңіздер де соттаңыздар. Онда мен көнемін дейді Думан. Ал, енді осыған жауап берсеңіз болады. Мен 12 күні Думанның сотына қатыстым, ашық сот дегеннен кейін. Енді біз 10 адам ғана қатыстық қой, қалғаны далада тұрды. Бір сөзімді айтқан ғой, 1000 кісі келді деп. Ол 1000 кісі дегенім 100 кісінің өзі 1000 кісіге татитындай болды. Бір адамның өзі 10 кісіге татиды. Өйткені шынында да айтатын шынайы адамдар бар бұл жерде. Үйде қорқып тығылып жатқандар емес. Шынайы журналистер жүрді, жанкүйерлер 10 шақты. Соларды айттым ғой, бір кісіні 2 кісіге есептеп 1000 деп. Біреулер айтады шығар, Думанның мамасы өтірік соға береді, 1000 кісі жоқ қой мында деп. Мен сол бір кісіні 10 кісіге нетіп айтқаным. Мен Думанның сотына қатысқанда тура прокурордың тәп жанында отырдым. Бәрі айтқаным прокурорға сол кезде бізді сөйлеткен жоқ, перерыв кезінде шығарғанда айттым. Сіз прокурорсыз дедім, ант бердіңіз, оқыдыңыз, медиктер, журналистер, прокурордар ант береді ғой. Мен қателеспеуім керек, шындықты айтуым керек. Біреудің өмірі ол, бір адамның өмірін соттағалы жатқанда, ол тергеп, тексеріп, шындықты айтып барып соттау керек. Сіз неге Думанның қандай жаласы бар міне жерде? Маған айтыңызшы, мен білмейтіндей. Мен білетін баламның жазығы жоқ десем, менің бетіме қарап, анау айтады, маған тергеуші жазып берді, соны оқып отырмын дейді. А тергеуші не деп жазып берді? Оның бірін мойындаған жоқ. Думан түрегеп айтты, менің қандай жазығым бар? Ашып айтыңдар деді. Міңгірлеп төмен қарап, не оқып отырған кісі ештеме айтқан жоқ, не прокурор айтқан жоқ. Бәрі төмен қарады да міңгірледі де отырды. Өйткені олардың жауып отырғаны жалған жалай екені айдан анық. Бұдан 20 жыл бұрын сотталып кеткен Әбіләзовті кеп қайта-қайта тықпалайды. Әбіләзов ол шетелге кеткенде біздің Думан студент болатын. Сол кезден бері қанша журналист Әбіләзовтан сұхбат алмады. Қанша журналист оның шотына ақша салмады. Менің баламыз ақшада салған жоқ қой. Айландырып кеп түк жазығы болмағаннан кейін Әбіләзов дейді. Әбіләзовқа не құмар болып қалды? Әбіләзов кеше ғана қашып, бірінші рет Думан сұхбат алды, не болмаса последний Думан сұхбат алып отырған жоқ қой. Ол қашып кеткеннен бері алып жатыр. Ал енді Әбіләзов кереметтей сондай террорист адам болса, ол самолетпен қашып бара жатқанда Қазақстан неге оны ұстап алып қалмады? Мысалы, қаншама Қазақстан ақшасын алып қашып жатыр ғой самолетпен ұшып. Бұл тергегіш болса, соларды соттар, прокурорлар неге солар тергеп, неге ұстап қалып, солар тергемейді. Ал баты бір шындықты, қаңтардағы оқиғаны, қымбатшылықты айттың деп, тікелей дошқылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Тура бетіне қарап, қасқайып тұрып, мына қымбатшылық не? Қаңтарда қара қазақтарды, адам шашқан қазақтарды босқа аттыңыздар ғой деген сөз үшін, аузын жабу үшін өтірік жала жаба алмағандықтан түрмеге қамағалы отыр. Ол бір адамның өмірі қайдағы жоқ, жаланы жабысап, қамай салу деген оларға немене ойыншық ба? Мысалы, депутаттар не қарап отыр? Депутаттар неге шындыққа кіріспейді? Мысалы, шөлмек 1000 күнде сынбайды, 1 күнде сынады дейді. Олар осы қалпымен депутат болып, біз ана өкіметті өзіміз ғана
осы жоғарғыда отырғандар өзіміз ғана жейміз, өзіміз ғана пайдаланамыз, өзіміз ғана бай болып тұра береміз деп ойламасын. Халықты жырлау керек, халықтың мұңын мұқтау керек. Мысалы, Ринат ана жақта отырып айғайлайды. Ой, есептеп, бір-бірден есептеп айтып берді. Мына халық 80 мыңмен өмір сүре алмайды, мынаншасы мында кетті деп айтты. Мына жақта Думан айтты. Ал Думанды соттап түрмеге жапты. Ринаттың сол сөзін қайсы тыңдады? Қане қымбатшылықты арзандатқан? Одан үстіне қосып жатыр. Әлгі қазақ айтады ғой, итірді керуен кешті деп. Бірлі жарлы Ринат сияқты, Думан сияқты адамдарды олар тыңдамайды, өйткені олар көп. Сол үшін бір 10-20 Ринат, 10-20 Думан сияқтылар керек. Өздерің сияқты жырлап, әне күнге шыққан 100 адамдар керек. Шындықты уралап айтатын. Жоқ, азын-аулақ адамдар шығады, оны адам қалпына қоспайды. Сол күні адамдар боранда, қарда, далада сүмірейіп тұрғанда, сол адамдар үлкен кісілерді неге сыйламады, неге бір жерге кіргізбеді? Бұлар халықты менсінбей, халықты малайлыққа сап үйреніп кеткендер ғой, халықты менсінбей. Өйткені олар қазір бай, түкірсе түкіріктері жерге тимей тұр. Мен жай айттым ғой, шөлмек мың күнде сынбайды, бір күнде. Кезінде олардың басына осындай түскенде не болады? Қара халық. Менің ұлымды босатсын. Менің ұлым ашық сот болсын, жабық сот болсын, халықтың бәрі біліп отыр. Ешқандай жалатын жазалары жоқ. Менің ұлым сол жерде тұрып айтты ғой, қане менің бетіме айтыңдар, не кінәм бар деп. Ешкім үндей алмады ғой, қазір де үндей алмайды. Ал жалған жаланы жауып соттап жіберем десе, бір Думанды соттап жіберсе, тағы бір Думан келеді өмірге. Бірақ адамның өмірімен ойнамасын. Арон Атабекті өлтірді, ана орыстың да бір орыс өліп жатыр дейді ғой, әне. Соғыстап өлтіреміз деп ойлайды ғой. Бірақ осы істеп отырғандары өздерінің басына ертең түспеске кім кепіл? Қарадан қарап шындықты айтқан адамды соттай беру деген бұл бассыздық. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Думан жылатып тұрып бетіне айтқан үшін кінәлі ме? Әй, мырзалар деп аты жөнін айтып бетіне айтты ғой. Сол үшін кінәлі болып отыр, одан басқа түк емес. Ана биттей Қаршадай қызды Айгерім бүткім аэропортты басып алды деп 4 жылға соттап жіберді ғой. Қаршадай қыздың армиясы бар ма? Оны басып бүлдіретін? Не жазығы бар? Мен басқаны білмеймін, Айгерім мен Думанның еш жазығы жоқ. Ешқандай бірдеңе бүлдірген жоқ, сындырған жоқ, біреудің жағасынан алған жоқ. Үкімет жеп отырғандар құсап, тым құрмаса бір 10 теңге жеген жоқ. Жесе айтсын, мен анасым прокурордың тәбірінің алдында отырдым. Сіздің ұлыңыз үкіметтен бәленбай миллион ақшаны жеп қойды десін. Не болмаса сіздің ұлыңыз арақ ішіп біреудің жағасынан алды. Немесе наркотик сатты. Не болмаса халыққа осындай қылық істеді деп айтсын. Неге жалған жаламен шырылдатып отыр? Неге соттайын деп отыр? Маған соған жауап берсінші. Мен сол жерде де сұрақ қойдым. Ешкім жауап бере алмайды. Сонда бұл әділдік қайда? Кезінде желтоқсанда қырды ғой ана Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асқанова. Солардың арқасында қазір осы кезде отырған, сол жоғарғы орында отырғандар сол кезде де болған. Соларға не жақсылық жасады? Ой, біз осы халықтың арасына шығып, аққар көкімізді, собай құстар егемендігімізді алдық қой деп бір аузына аламалы? Алмайды. Соның шешесі мен әкесі ғана қиналды. Соқса біз қиналатын шығармыз. Бірақ түбінде мынау ұят шаруа. Халық үшін, елбасы үшін, отырған депутаттар үшін менің айтатын, бұл ұят, бұл бақсының ойыны, баланың жыны, бір адамның өмірін сен осы шындықты айттың деп соттап жіберудің өзі ұят шаруа. Айтсын, бір деңені бүлдірсе. Мысалы, Қаршадай биттей қыздарды зорлап жатыр ғой, солар неге соттамайды? Өтірікті бір ұрлықшылар неге соттамайды? Өкіметтің ақшасын жегендерді неге соттамайды? Өйткені айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылыпты, осындайлармен түрмені толтырып қояды. Өздері талтаңдап жүр ана жақта. Мені күйдірмесін, мені жандырмасын. Мен ештеңе деп айтпаймын, бірақ та баламды жас өмірін қорғып, тура бетіне айтқан үшін соттап жіберу мен үшін. Енді халық бүткім халық шығып отыр ғой, бүткім халық. Жоғарғы орындағы отырғандардың бетіне жағылған күйе бұл, шындап соттап жіберетін болса. Шындық үшін соттаған кісіні мен көрген емеспін. 32 жылда соттаған. Онда басқа ел билеп жүрген кезде.
голощекин деді, анау деді, мынау деді, орыстар қазақтарды құрту үшін. Қазір қазақ билеп отырып өзінің қазағын жап жас жігіттерді соттау деген қазақтық намыс жоқ деген сөз. Өзінің қазағын өзі азғантай қазақты қыру деген, соттау деген намысы жоқ бұл қазақтардың, жоғарыда отырған қазақтардың мысалы. Міне ардақты ағайын, аққар көкімізда мен Думан Мұхаммедкәрімнің шаңырағына келіп, ата анасының сөзін сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Неге мен аққар көкімізда осындай демалыс күндері отбасымда болмай бұл үйге келіп отырмын? Өйткені қазақта болар елдің баласы бірін бірі батыр дейді, болмайтын елдің баласы бірін бірі қатын дейді деген сөз бар. Қазір ат төбеліндей қазақты ырың жырыңға, ұру ұруға, жер жерге, топ топқа бөліп, дін дінге бөліп, ағымдарға бөліп, Назарбаевтың билігі қалай басқарса, қазіргі билікте сол үрдісті жалғастырып отыр. Сол себепті мен Думан Мұхаммедкәрімнің бостандығы үшін, Думан Мұхаммедкәрімнің кінәсіздігін дәлелдеу үшін осы ата-аналардың сөзін, адвокаттардың сөзін, Думанның сөзін сөйлеген қарапайым басқа да азаматтардың сөзін назарларыңызға ұсынып жүрмін. Думан Мұхаммедкәрім қылмыскер емес, ол экстремист емес, ол террорист емес. Оны бәріміз білеміз. Қазақстанда көзі ашық әрбір адам бұны көріп бақылап отыр. Ал енді менің айтарым мынау. Навальный деген адам кеше дүниеден өтті, Ресейдің түрмесінде. Иә, өкінішті жағдай. Иә, Путиннің негізгі жауы, қарсыласы. Бірақ менің таңғалатыным, қазіргі уақытта біздің елімізде көптеген журналистер бар, басқа да осы әлеуметтік желіні қолданатындар Навальныйдың өлімі үшін күңіреніп отыр. Пост жазып, құлаш жазба жазып жатыр. Бірақ Думан Мұхаммедкәрім туралы тіс жармайды. Бір ауыз, бір сөйлем жазба жазуға дәттер жетпейді. Өйткені Навальныйды жоқтау қауіпсіз. Ал Думанды жоқтау, Думанның сөзін сөйлеу, оны бостандыққа шығаруды талап ету өздеріне қауіпті. Бүгінгі билікті ренжіткісі келмейді. Ал бұндай қарабасын ойлаған, қарын деңгейінде ойлайтындар әрине қоғамға қауіпті. Ондай адамдар кеңес үкіметінің кезінде де болған, ондай адамдар патша заманында да болған. Ал қазір де ондайлар өріп жүр. Қазір қарасаңыз, солардан көз сүрінеді, тас лақтырсаң тас соларға тиеді, жүрсең аяғың соларға шалынады. Өңкей 200-ді жәркелештер. Неге Думанның орнына біз Навальныйдың орнына Думанның мәселесін бірінші орынға қоймаймыз? Неге оның тасасында қалу керек? Неге әлеуметтік желі кешеден бері Навальныйдың өліміне қайғырғандардың жазбасына толып кетті? Ал Думан 9 айдан бері қамауда отыр. Думанды ойлап қараңыз. Думанның талаптары дәл қазір қамауда отырса да негізсіз емес. Ол әуел кезде қандай талап қойды? Ол айтқан жоқ, мені бостандыққа шығарып жіберіңдер деп айтқан жоқ. Бұл жерге пышақ ұрмады. Ол айтты, мені тергеңдер, мені Алматы қаласындағы өзімнің отбасыма, тұрғылықты жеріме жақын жерде қамаңдар деп айтты. Талап орынды ма? Орынды. Енді қазіргі талабы қандай? Қазіргі талабы мені, мына соттар бәрі соттайтындарды білем дейді. Үйге, үйқамаққа қамаңдар. Үйқамақ деген ол күзетпен. Ешқайда қашып кете алмайды Думан. Күзетте тұрады, бірақ өзінің үйінде жүреді сот кезінде. Және оның тағы бір талабы ашық соттаңдар дейді. Егер де қандай да бір кінәм болса, міне халыққа, құқық қорғаушыларға, дүниежүзілік құқық қорғау ұйымдарына көрсетіңдер дейді. Орынды талап па? Орынды талап. Орындауға бола ма? Болады. Бірақ билік тізеге салып, Думанның өтініштерінде, оның адвокаттарының өтініштерінде қанағаттандырмай тастады. Яғни қыстырған жоқ, елеген жоқ. Ал керісінше прокурордың жабық түрде өткізейік деген бір ұсынысына бас шұлғып, сол жерде Думан айтқандай балғасын тақ еткізіп шешім шығара салды. Міне, бүгінгі күннің соттың бет-әлпеті осындай. Ал енді менің айтарым, Думанды қамауына Тоқаевтың қатысы жоқ, Тоқаев бейхабар дегендердің барлықтары суайттар. Халықаралық ұйымдар, Human Rights Watch сияқты үлкен ұйымдар Думанның бостандығын талап етіп мәлімдеме жасады. Бұны Ақорда міндетті түрде естиді. Ол мүмкін емес нәрсе. Тоқаев бәрінен хабардар. Тоқаевтың билігін сынағасын, Тоқаевтың бүгінгі саяси жолын сынағаннан кейін оны қамады. Әйтпесе Думан әлеуметтік араздықты қоздырған жоқ. Яғни бір байлардың дүниесін тартып алайық деп кедейлерді айдап салған жоқ. Ол ұлт араздықты қоздырған жоқ. Иә, басқа ұлттар қазақ, басқа ұлттар деп бөлген жоқ. Ол халықты бір көшеде бір мемлекеттің мүлкін немесе біреулердің мүлкін қиратуға шақырған жоқ. Ол бар болғаны бейбіт митингке шығайық, талабымызды қояйық, диваннан тұрайық деп айтты. Оны мен де айтамын. Кесер басымды кесіп алсын. Бірақ Думанның әрбір сөзін қолдаймын. Оның сөзінде
титтей де ағаттық жоқ. Бүкілі елдің мүддесі үшін айтылды. Думан егер қара басын ойлайтын болса, дәл қазір елдегі кез келген бір мемлекеттік телеарнада басшылық қызметте отыратын еді. Былқ етпей. Ал қазір сол Ақордада, Алматының төрінде жылы жұмсақты жеп, жайлы орында отырғандар нағыз елдің жаулары солар. Қазір Тоқаевқа күліп қарап, оны мақтап отырғандар жау. Ал нағыз Тоқаевқа да, мемлекетке де керек адамдар ол Думан Мұхаммедкәрім, Әйгерім Тілеужан, Марат Жыланбаев сияқты саяси тұтқындар, түрмеде отырғандар. Солар Тоқаевқа да пайдалы болатын еді, мемлекетке де пайдалы болатын еді. Сондықтан Тоқаев қазір ойлану керек. Ол ойлап отырған шығар қазір. Бәрін қамаймын, жанымда сенімді адамдар бар, ертең биліктен кетем, қазір Тоқаев 70 жаста. Бір 5-6 жылдан кейін биліктен кетем, сол кезде өзім орныма сенімді адамды қалдырам, менің қылымды қисаймайды деп отыруы мүмкін. Бірақ ол Назарбаевтың басында жағдайдан сабақ алу керек. Назарбаев не істеді? Тоқаевқа сенді, Тоқаев сөйлеп әкеп отырғызды. Бірақ сонда не болды? Назарбаевтың Нұрсұлтан деген атау алынып тастады Астанадан. Бірінші президент деген мереке күнде алып тастады, оның мәртебесі де алынып тасталды. Астанадағы Қорғаныс университетінің алдындағы ескерткіш те алынып тасталды. Ұлттық музейдің ішінде тұрған еңселі Назарбаевтың ескерткіші де алынып тасталды. Яғни Назарбаевтың басынан бағы тайып жатыр. Көзінің тірісінде көрді ол осындай сұмдықты. Енді ертең Тоқаев та біреуге сеніп кеттім дегеннің өзінде дәл Назарбаевтың кебін киюі мүмкін. Сондықтан қазіргі айтарым, егер Тоқаев өзінің ғұмырының соңғы сәтін ойлайтын болса, Думан Мұхаммедкәрімді бостандыққа шығару керек. Қазір бостандыққа шығарып, оны кім қамады, қандай прокурор айыптады, қандай сот шешім шығарды, ең басында 2 айға шілде айында шешім шығарғанда, солардың барлығын түрмеге қамау керек. Думанның әрбір отырған күніне өтемақы төлеу керек. Оның денсаулығын жақсарту керек. Емделуіне мүмкіндік беру керек. Сол кезде ғана елде әділдік орнайды. Сондықтан ардақты ағайын, біліп қойыңыздар. Бәріміз қазір қорқып отыруымыз мүмкін. Маған да кеп қалады ау деп қорқып отыратын болсақ, қазақта мынандай сөз бар. 40 күн қырғын болса да ажалды өледі дейді. Кеше қаңтарда көрдіңіздер. Ешқандай белсенділікке араласпай, Думан сияқты шындықты айтпай тып-тыныш жүрсе де, көптеген адамдар есігінің алдына шығып шылымтап тұрған кезде оққа ұшты. Есігінің алдына шығып дәріханаға барған кезде оққа ұшты. Жанар жағармай бекетіне барып көлігіне жанармай құйайын жатқан кезде оққа ұшты. Түк қатысы жоқ. Митингке шықпаған адамдар. Сондықтан ойлап қараңыз. 40 күн қырғын болса да ажалды өледі. Өзекті жанға бір өлім. Әрбір азамат, Қазақстанның әрбір азаматы қазір әрекет жасау керек. Біз қазір өзіміздің өмірімізді өнегелі істермен өрнектеуіміз керек. Ал сен тимесең, мен тиме, бадырақ көз деп, Думанға обал болды деп отыра беретін болсаң, ештеңе шешілмейді. Ертең сенің өміріңнің қалай аяқталатынын ешкім білмейді. Сондықтан менің айтарым, мен Думанның, Әйгерімнің, Мараттың, басқа да саяси тұтқындардың бостандығы үшін күресемін. Қашан қатер төнеді, қашан мені қамайды, оны мен білмеймін, оны ешкім де білмейді. Білем мен, билікке мені өлтіруде, басқаларды өлтіруде ас үйдегі шыбынды өлтіріп тастағанмен бірдей нәрсе. Кез келгенде біз пышақтың жүзінде жүргенімізді жақсы сезінеміз. Бірақ шындықты айтпай отырып қалмаймыз. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Тілімізді кессін, басымызды кессін, Думан айтқандай, бірақ үнсіз қалмаймыз. Думанның ата-анасымен мен біргемін, басқа да шындық іздеген азаматтармен біргемін, әрқашан айтамын, ойымды іркітпей айтам, ал билік білгенін істесін. Назарларыңызда болған Абзал Достияр және Думанның ата-анасы. Осы эфирді соңына дейін тыңдаңыздар, пікір жазыңыздар, таратыңыздар. Келесіде жүздескенше.